Продакшн деген не? Маған Айслан келіп айтады, ты крутой продюсер, я бы хотел с тобой сотрудничать. Мәдениет дегеніміз не сіздің ойыңызша? Ең күшті инвестиция ол наука және культура. 4X алсаң бір фильмнан Өте күшті. Да, өте күшті. Қазақстанда, яғни СССР-де продюсер маманы болған емес. Сіздің ойыңызша не үшін қазақ киносы күшті дамып кетті? Өнерге не үшін келгеніңізді ұмытпаңдар. Инвестдала by EA Group. Сәлем достар, бүгін су жаңа Инвестдала подкастына қош келдіңіздер. Бұл подкасттың миссиясы қазақ тілде IT, бизнес, жалпы креативті индустрия, жалпы жаңа трендтер туралы сөйлесеміз. Біздің қонақтарымыз көптеген әйгілі кісілер. Біздің миссиямыздың ең басты құндылығы осы қазақша трендті дәріптеу және жаңадан қосылған жастарымызға бір мотивация ретінде үлкен кісілердің историяларын, оқиғаларын айтып беру. Және бүгін бізде қонақта Еркебұлан Күрішбаев, ол қалай айтсам болады, жаңа типті продюсер деп айтсам болады. Көптеген Қазақстанда әйгілі шоу, ою лайф немесе кинолардың продюсері болып табылады. Және сол туралы өзімен толықтай сөйлесе жатамыз. Қош келдіңіз, Еркебұлан. Сәлем, рахмет. Менің бүгінгі бір миссиям сізді ашып және мен үшін өте қызық ою лайфтың бір түпкі мағынасы осы біздің бүгінгі подкастқа ұқсайды. Қазақша бір біздің қалай айтсам болады, культурамызды, жаңа біздің мәдениетімізді күшті басқа қырынан модернді дәріптеп жатсыздар. Соның ішкі ойын айтып берсеңіз, не қалай пайда болды? Сәлем, Әділбек. Біріншіден подкаст құтты болсын. Қазақ тілінде подкаст шынымен де өте аз, жоқ десе де болады. Мен үшін осы жаңа тәжірибе андай кішкене қобалжып тұрмын, қиын болып тұр, өйткені қазақ тілінде енді өмірімде сөйлейміз, бірақ камераның алдында орысша да сөйлеу өте қиын маған, қазақша вообще енді вдвойне тяжело дейміз. Шақырғаныңыз үшін рахмет. Қазақ тілін шынымен де дамыту керек. Қазақша контент көбейе берсін. Сол. Ал енді сұраққа келсек, ою туралы, біздің ең маңызды, ең бірінші, енді қалай айтсақ болады, цель дейді ғой. Миссия. Ең бірінші миссия сол жобаны бастағанда қазақ музыкасын дамыту, яғни қазақ музыкасын адамға көрсету, тыңдатқызу. Жас таланттарды көтеру, камераның алдына шақыру дегендей. Өйткені тәжірибеміз көрсетті, біздің карьерамыз, менің карьерам музыкадан басталды. Неге десеңіз, мен музыкальный менеджер болдым, артистердің менеджері болдым, и видеопродюсер ретінде ең бірінші жұмыстарым ол видеоклиптар болды. Видео бейнелер, и содан карьерам басталды. Музыканттар басында маған сенгені енді рас. Мен кім екенін білмей, жарайды маған бейнебаян түсіріп бер, қалындай болады екен білмейміз, мен ақша 300-400 мың теңге түсіріп бересің, қалай болатығын көреміз. Содан карьерам басталды. Осы жерде бір сұрақ қойсам, бізде венчурда, мысалы, бізде питчинг дейді, барып клиентіміз инвесторге барып, өзінің продуктыңды көрсетіп, жалпы питчбук көрсетіп, мысалы, мен осындай істей аламын. Сіздің карьераңызда, мансабыңызда қандай қиыншылықтар келеді? Мысалы, бізде түсінікті, бізде бір понятный критерийлер бар. Жаңағы продуктын жасалып жатыр, сатылымда немесе жаңағы техникалық. Ал сізде қандай құндылықпен келесіз, қандай бір ценностьпен келесіз? Мысалы, менің опытым бар, немесе менің достарым осындай керемет, талантты деген сияқты қандай немен келесіз? Біріншіден ол ниет. Не істегің келеді? Не үшін оны істеп жатсыңдар?
Мысалға мен инвесторге барған кезімде айтарым, біріншіден айтам, бұл андай обычный традиционный бизнес емес. Біз осы салаға келгеніміз, біз мәдениетті көтергіміз келеді. Мысалға инвесторлердің көбісі, олар енді ойлары кішкене анандай не сияқтау, старомодный сияқтау. Мен инвестиция берем, қайтадан ақша алуым керек. 10 теңге берсе, $10 берсем, $20 қайту керек дегендей. Традиционный бизнес. Қазіргі күнде мысалға мен жақында бір форумға қатысқам, өте керемет форум, атын айтпай қояйын, реклама болмасын деп. Ол жерде өте бір күшті маған ой келді. Бір адам айтады, қазіргі күнге ең күшті инвестиция ол наука және культура. Қалғаны уже прошлый век дейді. Наука мен культураға инвестиция салған адамдар келесі 10-15-20 жылда табысын көреді. Бүгінгі Қазақстанда мен үшін мәдениет ең маңызды нәрсе. Біз мәдениетімізді көтермесек, еш нәрсе болмайды. Сондықтан мен инвесторге барғанда, мен біріншіден айтам, мүмкін біз ақша таба алмаймыз. Бірақ біз үлесімізді қосамыз, ізімізді қалдырамыз дегендей, сондай пичпен келем. Мен андай бір сұрағым бар, қитұрқы сұрақ болсын. Мәдениет дегеніміз не сіздің ойыңызша? Мәдениет деген біздің әдет ғұрыптарымыз ба, привычкаларымыз ба, немесе бұрында жасаған мәдениет деген сіздің ойыңызша ол не? Мен сізға түсіндіре кетейін да, мәдениет. Жалпы мен бағана сұрағанда, мысалы, Қазақстанда венчур туралы, мысалы, мен өзім венчурный холдингтан өзім көптеген проблемалар көріп жатырмыз. Бірақ сол жақта венчур вообще қазақша сөйлемейді. Ешкім сөйлемейді, ол туралы подкаст жоқ, ол кітап жоқ, мағлұмат жоқ. Дәл осындай ситуация мен ойымша культурада да болды, мәдениетте де болды. Бір 6-7 жыл бұрын жаңағы клиптің бәрі орысша, бүкіл концерттің бәрі орысша, жалпы тыңдарман да орысша. Қазақша өлең айтсаң, сен тек тойда таба аласың. Бірақ ол тенденция өзгерді қазір. Мен байқағаным, көптеген қазақша әншілер айтып жатыр, олар өздерінің концерттерін және барынша қалай айтсам болады, модернді, жаңағы Spotify-да өзінің несін жаңағы бұрынғыдай жаңағы той вайп дейміз да енді. Соны бір өзгертті. И ол жерде мысалы мәдениет қалыптасты деп айтуға бола ма, болмай ма, мен білмеймін. Өйткені жаңағы мәдениет деген мен үшін ол бір глубокий нәрсе да, жалпы халықтың санасы деген сияқты. Оны бір 10 жылда өзгерту мүмкін емес деп ойлаймын да. Бірақ сол осы жердегі мәдениет дегеніміз не? Жалпы біз жаңа дамыту керек деп жатырмыз, мысалы, жаңа наука мен мәдениетті арға дамытуымыз керек. Соны сіз қандай бір жағынан, жалпы кино түсіруден ба, немесе адамның күндегі жаңа ойын өзгерту ма, немесе оны мәдениет деген сіз үшін не бұл жерде? Өте керемет сұрақ. Оны былай бір-екі ауыз сөзбен жауап беруге болмайды, менің ойымша. Бірақ мен үшін мәдениет деген ол кино, музыка, тек қана кино, музыка емес. Мысалға айтады ғой, қазіргі күнде креативная индустрия дейді. Өте анандай модный словосочетание. Мәдениет министрлігі соны бастады 2 жыл бұрын. Креативный индустрияны дамыту керек. Креативный индустрияға жаңағы музыка, кино, художниктар, сондай салалар кіреді. Бірақ ол мәдениетке ешқандай несі жоқ, қатысы жоқ. Мәдениет деген ол адамның өз көз қарасы. Күннен күнге сүріп атқан өмірі, қалай өмір сүреді. Жаңағы өз достарына, жақын адамдарына қандай, қалай айтсақ болады, польза, қандай польза береді мысалға. Сол мен үшін мәдениет. Өйткені қазіргі күнде енді мәдениетсіз адам өте көп өмірде. Жалпы қайда барсан да, любой Америка болсын, Ресей болсын, Европаның нелері болсын, мемлекеттер болсын, мәдениетсіз адам өте көп. Біз үшін қазіргі күнге өте анандай переходный момент деп жатырмыз ғой. Қазіргі күн өте маңызды, өйткені біз мәдениетімізді дамытсақ, ертеңгі күн Қазақстанда өте керемет болады деп ойлаймын. Әрбір адам
мысалға музыка тыңдамасын, қазақ киносын қарамасын, бірақ өз ішкі мәдениетін дамыту керек деп ойлаймын. Оны мысалы енді дамыту керек. Бұл жерде бір күндегі тіршілікте адам жаңағы қоғамға пайдалы болу, жаңағы жалпы ол нәрсе әрбір нәрседе болады. Менің ойымша тамақ ішкенде де, далада очередьте тұрғанда да, бір жерге барғанда да ол жаңағы мәдениет. Оны мысалы қалай айтсам болады, біз қалай өзгерте аламыз? Мысалы кино арқылы өзгертуге болады деп айтады. Мысалы идеологиялық тұрғыдан кино түсірсең, жақсы кино түсірсең, жақсы музыка тыңдасаң, жаңағы қоссаң, дәріптейтін. Мысалы қазір жаңа Америкадағы поп культура жаңағы азғыру деген жаңағы болады ғой. Қазақстанда ол нәрсе бір-біріне қатысы бар ма, немесе ол бір бұрынғы бір ой ма? Жоқ, әрине ондай қатысы бар. Негізінде кино пайда болғанда киноның басты мақсаты сол болған. Голливудты қарасаңыз, мысалға 60-шы жылдардан бастап Голливудтың әрбір киносы негізінде пропаганда. Не болса да государственная пропаганда. Мемлекет продюсерлерге задача береді, осындай мәселе, кино арқылы оны адамдарға көрсетіңдер, адамдар білсін дегендей. Біз болсақ, енді айтады ғой, өнер адамның айнасы, халықтың айнасы дейді. Бізде кішкене керісінше. Біз киномен адамды анандай не емес, адамға мәдениетті қалдырамыз деген емес, ал наоборот, адам, халық, народ диктует дейді ғой. Мен енді түсініп тұрмын. Жаңағы өткені менде көп сұрақ болады да, миымда. Неге жаңағы кассовый фильмдар, қазақша жалпы бүкіл жаңағы подкасттар, ең қызық подкасттар, жаңағы КВН, кино, мен жаман деп айтқан жоқпын, жалпы неге ондай көп? Жаңа сізді айтқанда түсініп тұрмын. Бізде халық диктует правила, оларға юмор керегірек. Сол себепті мысалы ең кассовый фильмдердің да мысалы бізде венчур болғанмен бізге мысалы көптеген адамдар келді фильм түсіруге. Мен аттарын айтпай ақ қояйын, қандай фильмдер екен. И барлығында енді андай да кино түсірмей жатып уже менде жазып тұр. Мен жаңағыдай бір X расходқа түсіремін. Мына жерге барамын, мына жерге не қыламын. И бір 4X аламын. Ол жерде жаңағы бір әйгілі біздің кино театрлар несі бар, қалай айтсам болады, компаниясы бар, солармен бірге. И мен сол жерде бір ойымда пайда болды. Қалай жалпы Қазақстанда бұл кәдімгі таза бизнес. Мен үшін сен бір жылдың ішінде 4X алсаң бір фильмнан, өте күшті. Да, өте күшті. Бірақ бір жағынан қарасаң, фильм, жаңа сіз айтқандай, фильм ол бір идеология, немесе бір глубинный, жаңағы терең ой салатын фильмдер бізде жоқтың қасы. Тек жаңағы 2-3 фильм білем, как раз сіздер түсірген. Бұның себебі, мысалы, сонда бізде Қазақстанда бір не жоқ, қалай айтсам болады, бір контроль. Енді частный фильмдер ол салына берсін, түсіре берсін, ол частный, ол әркім өзі салып жатыр, өзі түсіріп жатыр. Ал неге осы мемлекет атынан бір андай ұлттық фильм, мысалы бір тоңқұлықтар, мен мысалы бұрынғы қазақ хандығы деп тұрған жоқпын. Жалпы қазіргі американская история успеха, мысалы Капитан Америка, Тони Старкта түсірген, бізде қазіргі модельде жаңа бір өте жақсы да добрый фильм неге түсірмейді, андай есте қалатын. Мен алдыменен өткен сұраққа жауап берейін. Жаңағы мәдениет туралы. Менің үшін адамдарға мәдениетті қалай таратамыз дегенде, мен үшін ол вирус сияқты болу керек. Мысалға біз отырмыз, или біз бір жерде далада жүрміз, мен сізге какой-то бір ойымды айтсам, мәдениет жағынан. Мысалға мусор тастауға болмайды. Или сіз мәшіне айдасаңыз, мен қасыңызда отырсам, мәшінемен анандай жол ережелерін бұзып, мен айтуым керек. Олай істеуге болмайды. Өйткені сен адамды апара жатсың. Ол безопасность дегендей сондай нәрсе. Сондай адам көбісі ондай, қалай айтсақ, комментарийда анандай өте негативті қабылданады да. Бірақ біз жарайды үндемей қояйын, өзі білсін деп отырмауымыз керек емес.
өйткені ол өте анандай не сияқты, мен айтқандай вирус сияқты. Біз мен мысалға енді компаниямыз бар, компанияда адамдарға 20 шақты адам істейді бізде. Мен осындай нәрселерді айтуға тырысам, айтып тұрам. Социальный жауапкершілік жаңағы. Мысалға адамды біреу, енді біз адамбыз ғой, біреуді, в общем, қалай айтсақ болады, жамандауға біз біріншіміз. Сол нәрсені мен жек көрем. Өйткені мен мысалға офиста отырғанда, ана кухняда балалар біреуді айтып тұрады да, кім болса, режиссер болсын, продюсер болсын, не болсын, сырттағы бір адам, блогер болсын, ана TikTok, Instagram'нан қарайды да, мынау дұрыс емес деп жамандап отырады. Мен айтамын, сендер білмейсіңдер ғой, неге жамандайсыңдар? Жамандауға болмайды адамды. Өйткені сен ол емессің, сен қасындағы досы емессің, жамандауға болмайды білмегеннен. Сол, енді жаңағы кино мәселесіне керек. Кино негізінде мен бірінші тақырып, мен ең сүйетін тақырыбым ол продюсер маманы. Қазақстанда, яғни СССР-де продюсер маманы болған емес. Неге десеңіз, өйткені Советский Союз кезінде кино тек қана мемлекеттік ақшаға түсірілген. Продюсер деген понятие болмаған. Мысалға, режиссерді алады, мемлекет, министр болсын, президент болсын, кім болса да, режиссерді алады, міне саған ақша, мынандай кино түсіріп бер. Ол алады да, советский киноның титрларын қарасаңыз, режиссердан кейін директор картины деген адам келеді. Директор картины деген ол жай ана түсірілімді ұйымдастыратын адам. Бірақ ол продюсер емес. И сол нәрсе қазіргі күнге келе жатыр. Былай қарап атсақ, продюсерлер өте көп. Бірақ 90% жай ғана түсірілім алаңын ұйымдастыратын адам. Администратор сияқты. Ал продюсер ол как раз таки идеология. Мысалға, мен ең күшті Қазақстан ең күшті продюсерім дейік. Мысалға, менде ақшам көп, анандай Голливуд ретінде продюсермін. Сіз жас режиссерсіз. Сіз маған келесіз, менде осындай идеям бар. Маған мысалға $500,000 керек. Оны түсіремде $2 миллион табамыз, 50-ге 50 бөлісеміз. Мен бірінші сұрағым, сен сол киноны түсірген кезде, сен халыққа не айтасың, не айтқың кеп тұр деп сұрайым. Қандай идеям бар? Өйткені өзіңіз көріп тұрсыз ғой, КВНчик болсын, актер болсын, кім болса да, уже біріншіден продюсер болып шығады, кино түсіріп алады да, мен продюсермін дейді, өйткені кассовый сбор мысалға жақсы. Мен күшті продюсермін дейді. Бірақ продюсердің маманы ол кассовый сбор, прибыль, бизнес емес. Ол біріншіден как раз таки идеология. Не айтқың келеді? Мысалға қазіргі күнде емес, енді жалпы Голливуд қаншама жыл өмір сүріп жатыр, 100 жылдай продюсерлердің анандай несі, задачалары как раз осындай нәрсе. Мемлекеттен келеді. Мысалға 80-ші жылдары ипотечный кризис болды. Ипотечный кризис, адамдар ипотекаға үлкен үйлерді алып алады да, 2 этаж, 3 этажды үйлерді ипотеканы төлемей отырады. Өте көп адам. Банктардың бәрі үйлерін алып алса, уже бездомность, потеря безработица, сондай нәрселер пайда болады. Енді тупиковая ситуация дейік. Мемлекет қандай шешім қабылдады? Олар продюсерларды жинады да, айтты, новый бір жанр енгізіңдер киноға. Ең күшті 10 шақты продюсер алды да, 5 жылдың ішінде қаншама хоррор кино түсіріп алды. Анандай кинода Haunting House деген жанр бар.
барлығымыз көрдік ондай киноны. Мысалға жас жас семья үй алып алады да, үлкен үй қаланың сыртында келеді, вау, мынаның историясы бар, бір-екі күн өмір сүреді, содан кейін призрактар пайда бола ма, анандай всякие историялар, и олар қорқып қашады мысалы. Оның идеологиясы неде сонда? Идеологиясы сонда адамдар өздері, как қалай айтсақ, самостоятельно, чтоб покинули дом дегені ғой. Олар ипотеканы төлемейміз, анандай ақшамыз жоқ, енді ақша болғанда төлей саламыз деп отыра береді ғой. Енді бұл киноның идеология деп айтуға болмайды енді. Жаңа бір миссиясы. Сол момент, бір уақыттағы миссиясы. Сол миссия адамдарды қорқыту. Үлкен үйлерде тұрмаңдар деген анандай месседжі. Лучше апартмент кішкентай. Содан кейін адамдар действительно статистика бойынша адамдардың көбісі жаңағы үлкен үйлерден шығып, банкке қайтарып, ана разницаға кішігірім анандай 2-3 комнаталық пәтерді алып алған. Статистика бойынша. Сосын мен білуімше, енді мен көп кино туралы көп білмеймін, бірақ Америкада жалпы біз бәріміз білеміз, мысалы условно Нью-Йорктың примерно райондарын білеміз кинодан. Бостонның немесе олардың привычкалары, күндегі привычкалары, алар күшті қылып түсіргендіктен біз бәріміз мысалы кофе ішу немесе жаңағы олардың жаңағы праздниктері, бәріміз білеміз, как обычный школьник в США, там мектебін бітірген біз білеміз, өйткені кинодан дәріптеп жатыр. Олар жаңа тарих түсірмейді, себебі жаңа мемлекет 400 жыл бұрын құрылған, оларда жаңа бұрынғы исконно жаңа традиция деген жоқ. Қазақстанда бүйтіп қарасаң, бізде дәріптеу деген жоқ. Менің байқауымша, жаңа бізде енді опять же частный фильм түсірген кезде высмеивание болады да көп жерде. Бір бүйтіп өзіміз ішкі қазақи бүйтіп қарасаң, мысалы кейбір әрбір жаңа традицияның бір өзінің мағынасы бар. Жаңа reason behind бар да, бірақ оны айтылмайды, ешкім айтпайды. Біз оны іштей білеміз бәріміз, жаңағы, бірақ айтылмайды. Соны бір дәріпте демек қой, енді жаңағы түсіндіру үшін бір ұлттық, может керек емес, мен білмеймін, сіз ойлаймын сізден, керек пе? Әрине керек. 2019 жылы, 2019 ба, 18 ба, ұлттық кино центрі ашылды. Жаңағы президентіміз айтты, киноны дамыту керек. Кино арқылы жаңағы идеологиямызды, тарихымызды мягкая сила халыққа жеткізу керек деген анандай миссия шықты. Мәдениет министрлігі жаңағы ұлттық кино центрін ашты. ГЦПНК, Государственный центр поддержки национального кино деген. Сондай ашылды. Мен 2022-2023 жылдары 2 жыл мен о жерде эксперттік совет мүшесі болдым. Эксперттік кеңес мүшесі болдым. Жаңағы жыл сайын болып жатқан питчинг. Мені бүгін 2024, уже 5 жыл, 6 жыл питчинг жүргізіледі жыл сайын. Әр адам сценарийі бар болса келе алады. Жаңағы питчингке келеді, экспертный совет отырады, экспертный советтің алдында өз жобасы туралы айтып береді, питчинг шешім қабылдайды. Шешім қабылдағаннан кейін министрлікке жібереді. Осындай жобаларды қолдау керек. Мемлекет сол жобаларға ақша бөледі. Бірақ проблема жаңағы 6 жыл уже жұмыс істеп келе жатыр. Бірде-бір достойный кино жоқ. Себебі неде? Біреуін айта кетейін, Дос Мұқасан шықты. Дос Мұқасан көріп едіңіз? Көрдім. Байопик қой. Маған негізі ұнады. Жақсы кино, бірақ біз балалармен қалжыңдаймыз, чит-код дейміз оны. Өйткені Дос Мұқасан өлеңдері барлық адамдарға жатады. Не түсірсен де қызық болады, өйткені Дос Мұқасанның өлеңдері. Бірақ өте анандай сапалы түсірілді, маған өте ұнады, күшті кино. Бірақ система жоқ. Анандай профессионалдар жоқ системада. Мысалға, мәдениет министрлігі кино туралы аз біледі. Центр кино, поддержки киноны ашты,
кімді алады ол жерге? Кино мамандары бізде аз. Өйткені енді мемлекетіміз өте жас. Жаңағы мен айтқандай, Советский Союздың системасы келді, продюсерлер жоқ. Режиссерлар бар, әрине, өте талантты, жаңағы мэтрлар дейміз ғой. Бірақ продюсерлар жоқ. Продюсер болса, жаңағы система, центр кино деген, ол жақсы жұмыс істеуші еді. Неге? Өйткені мен эксперттік совет ретінде отырғанда жоба келеді, сценарийді оқимыз, өте қызық сценарий, заявкасын ашамыз да, сметасы бар. Сметаны ашам, мен производственный продюсер болғандықтан сметаны жақсы білем. Сметаны ашам да, жаңағы смета 2-3 есе көбейлген. Просто нарисованная смета. Мен жаңағы продюсерге сұрақ қоям. Мына сметаны қайдан алдың деймін. Ол айтады, мен санауды білмеймін оны. Маған санап берді. Түсінесіз бе? Ал енді қаржы жағынан айтсақ, ол 200 миллионға түсірілетін киноны мемлекеттен 600-800 миллион деп сұрап жатыр адамдар. Вау, ол таза не емес пе? Оны енді мен айта алмаймын, қандай почвасы бар екен. Бірақ экспертиза жоқ та. Комплайнс служба бар, бірақ комплайнс служба продюсер ма? Әрине жоқ, ол киноны білмейді. Олар қалай санайды, қалай сметаны тексереді? Жоқ, сонда бұл жерде мемлекеттің жалпы басты несі, принциптары, жалпы поддержка кино дейміз. Әрине. Ақша санап жатқан жоқ. Бірақ ақшаны да санау керек деп ойлаймын. Жаңа мысалы сіз болмасаңыз ол жерде, мысалы басқа кісілер болса, мысалы мен алдыма келсе, мысалы не, мен түсінбейтін едім. Мен ойлайтын, может осылай, может бағасы осындай болады. Мен ол маған мысалы айтатын, мен аяқта 10 мыңдық армия жасаймын, не қыламын, мен керек деп. Мысалы сол жерге на местах сіз керек, сіз барсыз. Бірақ когда частный инициатива болады, мысалы мен бонус за успех деген сияқты. Менің ойымша сіз жаңағы сол жердегі контор адамдарға бонус за успех болса, мысалы кассовый сборы анадан көп болса, ары қарай сенікі болады. Сол жерде көбірек баталий болады деп ойлаймын, жаңағы дебат. Сіздер енді сол да жоқ қой. Кинолардың, жобалардың көбісі мысалға мемлекеттің ақшаны алады, продюсерлер ақшаны алып алады да, киноны түсіреді, монтаж, бәрін, ол да қаржы ғой. Көп қаржы, монтаж, цветокоррекция бар, дыбыспен жұмыс жасау дегендей, дубляж бар. Соның бәрін жасайды да, әрен. Прокатқа шыға алмайды, өйткені ақша бітіп қалады. Вау, анандай суммамен шеш прокатқа шыға алмай ма сонда? Шыға алмайды, өйткені жоспарлау деген жоқ, сметаны жөнді санау деген жоқ, олар түсінбейді. Еще анандай бір енді адамдардың енді көргенсіздігі, сметаны апарат, 20% студийная комиссия, студийные расходы деп жазады. Мысалға 500 миллион мемлекеттен сұрайсыз, 20% 100 миллион теңге. Ол якобы менің студийный комиссиямды. Сол ақшаны біріншіден қалтасына салып алады да, қалған ақшаға барып түсіре бастайды. Жетпесе уже менде ақша бітті дейді. Ондай өте көп. Ал министрлік, центр кино, анандай экспертиза жоқ болғандықтан олар не істерін білмейді. По документам бәрі таза. По документам тап-таза. Прокатқа неге шықпайсың, айналайын? Ақша жоқ, маркетинге жоқ. А по закону заң бойынша мемлекет маркетингке ақша бөле алмайды. Ондай статья жоқ. И кинолардың көбісі былай жата береді полкада. Неше түрлі. Ладно, бұл слишком пессимистичный кетіп қалдық. Бірақ менің ойымша шешім сіз айтқандай просто когда біреудің интересі көбірек болады, интерес болғанда нормальный, легальный интерес, мысалы бұл жердегі комиссия, шешетін комиссия, и оларда бір не болса, цель болса, кассовый сбор андай болса, мынандай процент, 100% деп жоқ, бір 10% от. Жоқ, ондай бар. Бұл кезде таза уже мотивация сен тұрасында, анандай болмайтын X-тар сен тұрасында жоқ дейсің. Сол проблема болып тұр ғой. Мемлекет айтып жатыр, жаңағы права біздікі, бірақ сен киноны шығарсан, кассовый сбордан қаншама пәлен пайызы сенікі.
жоқ, мен бұл жерде режиссерға емес, жаңағы комиссия, мысалы инвест комитет деген бар бізде де. Түсіндім. Біз отырамыз, шешеміз, и инвест комитеттің ең бір жақсы нәрсесі, бізде бәрімізде бір процент андай үстінен қосылған ақшаға, мысалы біз пая тапсақ, сол кезде біз бәріміз отырамыз да не істейміз, бізге маған бір бонус болмаса, мен тұрамын да, может дайындалмаймын, нормально, или болмайды деп. Ал менде когда өзімнің шкурный интерес, қалай өзімнің ішкі интересім болса, мен тұрамын да оны дайындаламын. Мен біреумен спорласам, даже арамызда біреу анамен жаңағы келісіп бірдеңе не болса да, сен тұрасың жоқ дейсің, өйткені сенің қалтаңнан шыны алып жатқандай болады. Менің ойымша жаңағыдай мемлекеттік қосыныз, мен өзім когда-то бұрын жұмыс істедім мемлекеттік неде. Ол жақта когда бір адам жоқ, кімнің қалтасынан шығып жатыр, ол өзі қатты уайымдайтын адам болмағаннан кейін, исполнительдер болғаннан кейін, олардың метрикалары басқаша шамалы. Мысалы, 3 фильм шығару, бірақ шапасына қарамайды, мысалы, андай просто жаңа неге отчетқа ше. И соны өзгерту үшін менің ойымша жаңа сіздер мысалы қазір істеп жатсыздар ғой, жаңа экспертный комитет. Сіздерге бір какой-то бір процент берсе, чтобы біздің жаңа комитеттегі 10 адам, оны да әрқайсысын досконально тексеріп, жоқ. Енді ол мемлекет қой, ол система, жаңағы сондай идеяларды енгізу, ол деген қиын ба? Қиын, бюрократиясы бар, өте қиын. Бірақ ниет керемет. Мені ол жерге шақырғанда экспертный советке мен қуандым, өйткені әлемде жоқ нәрсе ғой негізінде. Частный фондтар бар, государственный фондтар бар, бірақ олар анандай выборочно. 1-2 кино жылына түсіреді, анандай метрлерге береді мысалға. Ал анандай ашық питчинг, келіндер, сценарийларды алып келіндер, ақшаны береміз деген система ешқай жерде жоқ нәрсе. Мен қаншама мысалы мемлекеттерге барып келдім, оларға шок. Мәссаған, сол екен ғой қазақ киносы солай дамып жүрген деген. Сіздің ойыңызша не үшін қазақ киносы күшті дамып кетір? Или дамыды ма сіздің ойыңызша? Жоқ, әлі дамыған жоқ, әлі жолдамыз. Мен үшін өйткені ол жаңағы жастардың арқасында. 25-30-ға дейін режиссерлар, продюсерлар, андай люди, которые родились в независимом Казахстане. Ол да бір фактор. Ол да бір фактор менің ойымша. Өйткені олар мысалға совет үкіметке қарамайды, прошлый совет үкіметке, Ресейге қарамайды, олардың ойлары космоста. Мен сөйтіп ойлаймын. Мысалға мен Айсұлтанмен жұмыс істеп келе жатырмын. Уникальный человек. Ол бірінші рет біз онымен жұмыс істеген кезде оған 19 жас болды. 19-да жүрген адам, ойы деген, енді білмеймін, космосқа кетіп қалатын адам. Граница жоқ. Түсінесіз ба? Граница жоқ, рамка жоқ, комплекс жоқ. Істей береді. Өйткені өзі білет, анандай страсть дейді ғой. Бесконечная страсть. Жалпы өз ісіне деген махаббаты және бұл жерде өзіне деген сенімділік те бар деп ойлаймын, амбиция, космос деп жатсыз. Онда фильм жағынан шығып, жаңа Айсұлтанға келіп жатсақ, Қара продакшн туралы сөйлессек, Қара продакшн деген не? Сіз ол Қара студиос. Қара студиос. Мен білуімше Қара пикчерс бар, бәрі бірге Қара студиос. Қара студиястың жалпы миссиясы және сіздің ол жердегі өзіңіздің роліңіз, құндылығыңыз сол жерде. Енді Қараның миссиясы басынан Айсұлтан айтып келе жатқаны бір сөзі бар, ағылшынша айтайын. Қара rules the culture. Яғни қара мәдениетті көтеріп аттыр деген сөз. Ол біздің миссиямыз десек болады. Өйткені әрбір жоба, әрбір киномыз, әрбір не болса да, анандай музыкальный клип болса да, рекламный ролик болса да, ою болса да, ол біріншіден біз оны жасап жатқанымыз, ол мәдениетті көтеру. Яғни визуальный контентті көтеру деген сөз. Енді солай айтсақ болады. Менің жұмысым басында, мен Қара пайда болғанда, ол анандай не сияқты болды. Объединение творческих людей десек болады басында. 2017-2018. Офистары жоқ,
анандай творческий адамдар жиналған, бір-біріне көмектеседі, бір-біріне анандай проект береді, заказ береді, клип түсіреді, реклама түсіреді, сондай бір тусовка десек болады. Бірінші мен ол кездерде Молданазармен істегем, мен оның директор болғам. И бір Астанада жүрдік па, Қарағандыда жүрдік па, әйтеуір бір жерде жүргенбіз турда. Молданазарға гримеркада отырмыз концерттің алдында. Ғалымжанға телефон звондайды. Ол телефон алады да, да, блин, братан, сейчас денег нет деп. Ғалымжанның орысшасы біртүрлі ғой. Денег нет, білмеймін, мен директормен сөйлесші деп. Жарайды, номерін берем деп телефон қойды. Мен айтам, кім звондады? Білмеймін, бір жас режиссер, короче. Клип түсірем дей ма, бір нәрсе, короче. Мен номерін алаш, сөйлеш. Мен қарасам, Айсұлтан Сейітов деп жазып тұр. Ол кездерде Айсұлтан уже анандай популярности бар адам. Талай клип түсірді. Россияда түсірген. Иә. Ол кездерде Нью-Йоркта, Лос-Анджелеста сабақ оқып жүрген. Ары бері жүріп, жұмыстары бар әйтеуір. Мен айтам, Айсұлтанмен жұмыс істеу керек, өйткені ол очевидно, ол ертеңгі жұлдыз, ол енді жас болса да жұмыстары керемет. Ғалымжан айтады, давай енді өзің хабарлас, дайындалыңдар. Айсұлтанмен хабарластық, клип түсірдік, Жаным сол деген клипі бар. Ғалымжанның клипі, соны Айсұлтан режиссировать еткен. Мен ол кезде сол клиптің продюсері болғам. Бюджет өте аз, 200 мың теңге ма, сондай. Просто массовкаға тамақ беру, жаңағы локацияға арендасын төлеу. Айсұлтан чисто идея. Өйткені режиссерлардың карьерасын басында ол тек қана идея үшін істейді. Өзінің визиткасын жасау ғой, бәрімен. Иә. Біз оны түсіріп біттік. И клиптің сонда, енді түсірілім сонда Айсұлтан маған келіп айтады, 25 сағат па, 26 сағат түсірдік, нон-стоп. Маған Айсұлтан келіп айтады, ты крутой продюсер, я бы хотел с тобой сотрудничать деп. Мен ойладым да, это мой шанс деп ойладым. Продюсер ретінде, өйткені ойым бар, идеологиям бар. И Айсұлтанмен одан кейін кездестік. Ол айтады, жүр, қара деген творческий объединениеміз бар, соны басқар. Мен айттым, енді мен условиям осындай. Мен анандай, хоть и творчеством бар адаммын, бірақ менде анандай системный мышлениямды бар. Бізге, как положено, ТО керек, ИП болса, ТО болсын, надо обелять всю систему. То есть анандай налог төлеу керек дегендей, офис жалдау керек, адам жалдау керек, официально болу керек дегендей, менің условиям болған. Мейлі не істесең де соны істе, главное соны басқаршы деген. Содан басталды. Мен жерде көп параллель бар екен біздің венчурмен. Өткен жаңағы тусовка дедіңіз, балалар просто хаотично жүріп, там проект, клиент, бізде IT-де сонда ғой. Жас балалар, түрлі гений балалар, аутсорсқа жұмыс істеп жүреді, тут. Сөйтіп жүргенде бір адвайзерге жолықса, мысалы, бұл жерде сіз адвайзер болып тұрсыз. Жалпы уже long termда болашақта керек нәрсені істеп жатсыз, мысалы, компания құру, давайте обелять. Өйткені сен кішкентай стартапер болсаң, үлкен корпорациямен жұмыс істей алмайсың. Дәл сондай Айсұлтанда да, если ИП-сі, ТО-сы болмаса, историясы, күшті портфелі жиналған бір компания болмаса, үлкен, мысалы, Жусан банкпен жұмыс істей алмайсыз. Сол сияқты сізде дәл андай параллельно кезіндегі Стив Джобстың гараждағы адвайз дәл сондай историяға келіп тұрды. Өйткені стартаптар дәл осындай. Олар аш болады, жүгіреді, сосын сізге келеді. Енді мен ақшам болған жоқ. Параллель. Сізде ақшадан бөлек, во-первых, нетворк потенциальных клиентов, жаңа стратегия ғой. Ең бастысы стратегия, өйткені мен өз-өзіме сұрақ қойғам, енді карьерамның басынан бастап. Ал мені клип түсіріп жүрмін, love story түсірдік па, той түсірдік па, в общем, көбісі болды. Бәрін түсірдіңіздер. Бәрін түсірдік. Енді өз-өзіме сұрақ қоям. Дальше что дегендей. А потом что? Енді арманым болған кино түсірем деп. Кино продюсері деп өзімді санайым деген анандай мақсат болды. И кино түсіріп
болғаннан уже 3 кино түсірдім продюсер ретінде. И точно такой же сұрақ қазіргі күнге бар. Дальше что? И оған сол сұраққа жауап іздемей, сол сұрақты постоянно өз-өзіне қою деген не сияқты. Соның өзі бір миссия сияқты болып тұр да. Постоянно, да, өз-өзін іздеу. И жақында бір подкастты көрдім, бір кісі айтады, главное не результат, а главное получать удовольствие от процесса. Иә, жалпы мен де келісем бұл оймен. Сондықтан мен сіз сұрап отқаннан мен бұл жерде жаңағы рахмет күшті айтып мен білген жоқпын. Мен ойымша жаңағы сіз Айсұлтанмен доссыздар, және екеуміз бірге келіп шешек деп. Бұл өте екі тағдырдың бірдей ізденісіп жүрген тағдырдың бір қосындысы симбиозы да. Хотя жасымыз мен 36-тамын, Айсұлтан 27-те. 9 жыл разница. Жалпы қызық. Менің сұрағым жалпы Қазақстанда біз Айсұлтан мысалы Қазақстанға келді, ол біраз жыл сыртта жүріп Қазақстанға келді. Өйткені түпкі бір искренне өзінің Қазақстанды жақсы көру. Мен Инстаграмда ғана көрдім да несін постын. Мен өзім не аңғардым? Искренне Қазақстанды сүю және оған қызмет еткісі келу. Бірақ ол андай вопреки историялар ғой бұл. Негізі андай күнде әшейін, мысалы, негізі қағида бойынша олай болмайды. Қазақстанда саған қиын болса тұрады да, менде, например, мен Лондонда жұмысым бар. Мен сол жаққа жұмыс істеймін. Өйткені өзін ойлайды. Иә. Бұл жерде бұл андай исключительная ситуация. Бірақ ондай болмау үшін, ондай не қылмау үшін Қазақстанда қандай поддержка керек деп ойлайсыз? Жалпы режиссерларға, әншілерге, креативті индустрияға жаңа хайповый сөзді айтайын. Қандай көмек керек? Жөнді сұрақ. Менің ойымша біріншіден бизнес қолдау керек. Бизнес жаңағы банк болсын, не болса да, фонд болсын, любой бизнес, крупный, средний бизнес жаңағы креативті индустрияны қолдау керек. Біз мысалға өзіңіз білесіз, OU Life бар жобамыз, OU Fest бар. Жыл сайын біз жаңағы спонсорлармен сөйлесеміз. Мен OU Fest жасап жатырмыз, дайындалып жатырмыз, спонсор болып кіріңіз деп. Бірінші сұрақтары қанша адам болады, қандай адам болады, жастары нешеде, анау, енді бірінші жылдар сондай болды. Қазіргі уже сұрамайды, біледі. Ең бірінші жылы қиын болған шығар. Ең бірінші өте қиын болды. Өйткені адамдар, сендер қандай фестиваль жасадыңдар, жаңағы опыттарың бар ма, сендер кино түсіріп жатсыңдар ғой, қайдағы музыкальный фестиваль, қалай? И түсіндіресің, ол анандай 10 000 адам жинаймыз деген емес. Сіздер жаңағы біздің жобамыз өте уникалды. Сендер мәдениетке инвестиция саласыңдар. Сендер жаңағы ондай музыкальный фест ешқашан болмаған. Соған инвестиция жасап жатсыңдар. Сендердің имидждерің үшін жаңағы спонсорлық пакет 5 миллион болсын, 10 миллион болсын, 20 миллион болсын, ол сіздердің имидждеріңізді көтеру. Өйткені біз өз аудиториямызды білеміз. Олар келетте айтады, мыналар молодец, балаларды қолдады дегендей. Сол нәрсені менің ойымша бизнес түсіну керек. Жақында, мысалға кешеме алдым күні, Шиза деген артист бар, рэпер. Сон жаңа бейнебаяны шықты. Кіммен жасады? Тойотамен жасады. Ол өте күшті нәрсе. Неге десеңіз, Тойотаға риск қой. Бір Шымкенттің рэпері, мысалға, былай қарап отырсаңыз. Қара рэпер деген. Қара рэпер, гангстер. Жақсы көрем Шизаны. Бірақ мен бренд болсам, мен қорқушы едім. Қиын. Еще анандай жай бренд емес, Toyota мировой бренд қой. Бірақ олар рискке барды, қолдаймыз деді. Ол өте күшті. Менің ойымша жаңағы коллаборация көп брендтерге анандай үлгі болу керек. Қорқпау керек. Сендер мәдениетті қолдап жатсыңдар. Біріншіден, андай статистикаға қарамай. Ол телевизионный система, енді ол өте анандай терең нәрсе. 90-шы, 2000-шы жылдарда телевидение өте анандай популярды болды ғой. Телевизионный реклама, и рекламщиктар содан шыққан. Статистика, қанша адам қарайды, қанша адам сатып алады. Таргет, и до сих пор сондай бар.
бірақ уже ол тенденция уже кетіп бара жатыр, ондайға қарамау керек. Күшті бренд десең, сізде бренд болса, күшті бренд деп санасаңыз, күшті сіз сияқты жобаларға жаңағы қолдау көрсету керек. Мен келісемін бұл жермен. Мысалы Жусан банктың реклама болып көрдім, бірақ көп поддержка көрдім мен. Жалпы музыкада, клип индустрияда андай олар не түсірді емес па? При поддержке Жусан там бір клиптер көрдім. Мен опять же Жусан спонсор ба? жалпы хочу не айтқым келгені, жалпы үлкен компаниялардың имиджі реально өзгереді. Мен миымда мысалы әрине Қазақстанда 6-7 банк бар, соның ішінде анау жаңағы банк атын айтып айтып кеттім. Кешірім сұраймын. Оларды жақсы айтып жатырмын. Жалпы имидж өзгереді. Немесе жаңағы сіздердің рекламаларын көрдім, кіммен болды? Бір үлкен компаниямен болды тоже. Мен оюдың ең бірінші жаңағы фестиваліне барған, өзім көзім көргенім, мен ең бірінші байқағаным, сіздерде андай не істейді екенсіздер. Таза стартаперский бір вайб, менять обычно күнде болатын фесттегідей емес, басқаша. Андай ол крема халқа кірмей ма, сіздер андай уверенностьпен. Бірақ кірді. Мен мысалы менің қасында ассоциация ою, жаңағы қара, ол андай қазақи киімден новый, модерн ою, жаңа не осы соңғы фестте өте көп адам, жас адамдар, неше түрлі қамзол киіп, ол мен үшін таза, мне осы рухани жаңғыру деп қанша жыл айтты ғой бізде Қазақстанда. Осы таза іштей бір күшті бір новый тренд бастадық. И менің ойымша, бұл жерде өз жағынан айтып кетсем, мысалы венчуркада дәл осындай. Бұрынғы традиционный бизнесті өзгерту үшін андай амбициозный аш стартаперлер, андай тек космос, олар қор батыл қадамдар жасайды. Дәл сонда мен Айсұлтан мен үшін тоже бір стартапер деп ойлаймын. Миында бір не жоқ, барьер қойып, ана болмайды, анамен ұрыс ұят болады вообще. Ол таза жаңа новый қазақи тренд дегендей өте керемет. Мен сізден біраз нәрсе сұрадым енді. Ең бір түпкі нәрсе тоқтағым келеді. Мысалы, Қазақстанда вот сіздерде миссияңыз бар. Қара rules the culture. Және ол миссияға мен ойымша бәрі кіріп тұр. Фильм, Қаш фильмі тоже бір ол туралы 2 сағат сөйлессек те болады, мен ойымша. Мен 2 рет көрдім, 2 ревюінде де мен әлі толық түсіндім деп айта алмаймын. Мен біріншінде түсіндіріп берейін. Біріншінде бардым, әйелмен бардым. Ол көп нәрсені түсінбей менен сұрақ қойып, мынау не, мен де өзім түсінбей отырмын, мынайша көп нәрсені. Түсінбегенде мен түсініп тұрмын, ар жағында бір ой тұр. Мен такой думаю, я не понял. Қайттан көруім керек. Мен тосын прокаттың ең соңғы жағына тағы бір рет бардым. Уже ешкім жоқ. Соңғы прокаттың соңғы күні даже мен ойымша бір 8 адам отырық. Мен такой ойлаймын, болды, надо қарау керек. Бүкіл өткені ана же пасхалка немес енді бір ойын түсіндім. И мен түсінгенім, что мына жерде слишком көп бір ой жатыр. Өткені былай андай поверхностно бүйтіп қарасаң, конечно, бір обычный фильм болады, мен ойымша. Андай бір қазақи фильм болады. Бірақ менің ойымша бұл жерде бір андай типичный қазақи фильм болған жоқ. Бұл артындағы мағынан. И мен өте осындай пасхальный фильмдер қатты ұнайды. Пасхальный емес, бұл жанрда емес қой. Ойланатын фильм. Көп ойланатын. Іште түпкі. И бұл жерде кәдімгідей диалог с сценарист, режиссер, жалпы ар жағында сонымен диалог болатын сияқты. Ол не айтқысы келді мына жерде. Даже ана орыс ненің киініп алған киімі жүрісінен де мен такой, мына жерде қандай ой болды деп. И менің ойымша жаңағы сіздер өзгеріп жатсыз әр бастағанда, мысалы кино индустрияда жаңағы Қаш, Взапертиді көрген жоқпын мен. Ол хоррор дейді, мен әйелім қорқамын деп жоқ. Бірақ не ұнады маған сіздердің маркетинг ходтарыңыз, бір кинопаркте көрдім, вроде бір не тұр, жабық, ішіне кіріп суретке түсе аласыз ба? Мен такой, прикольно. Музыка жағынан сіздерде ою лайф, жаңа оның сапасы, жаңа оның ішіндегі бәрі керемет. Өйткені тоже новый подход, былай қарасаңыз. И енді менің ойымша сіздердің бір түпкі нелеріңіз жаңа фестті өзгертіп жатсыз. Келесі мақсатыңыз қандай болады деп ойлайсыз? Мен ойымша сіздерге надо прям уже школу, менять индустрию надо делать. Анау кеше жақында кім Айсұлтанның несі болды ғой? Қайтыс болды, режиссер бір день. Да. Мне кажется, сізге де дәл сондай продюсерский бір не керек, қайтсын болады.
қазіргідей не қылмай ақ қояйын сіздер енді курс демей ақ қояйын, бірақ Иә. бір интерактив жұмыс істеп солармен, өйткені білім арқылы біз көбірек Иә. неге келеміз, мне кажется, чем ойыңыз күшті. Неге десеңіз, өйткені біз өткен жылы қара форум деген нәрсені жасадық. вот мен соны айтып Иә. тұрмын. Иә. Қара форум неге оны істейміз деген ой келді. Біз мысалға Айсұлтанға күніге адамдар жазып отырады. Как можно с тобой поработать? Сенімен жұмыс істегім кеп тұр, сен сияқты болғым кеп тұр дегендей. Біз осы жылдарда маған да сөйтіп жаза бастады адамдар. Сен сияқты продюсер болғым кеп тұр. Мен андай не бастадым, кішкентай лекция. Тегін кішігірім телеграм каналым бар, жазам, осы күні кездесейік, келіңдер, бір-бірімізбен танысайық. Где-то 20-30 шақты адам постоянно келіп тұрады. И біз Айсұлтанмен сөйлестік, осындай адамдар көп. Араларында 100% талантты адамдар бар, бізден күшті адамдар бар. Олар креативті индустрияда қалай істейміз, не істейміз, қалай жұмыс істейміз, қайда барамыз деген сұрақтары көп. Сондықтан біз форум жасайық деп Айсұлтан маған келді. Форум жасайық. Мен достарымды барлық шетелден жұлдыздар, режиссерлар, продюсерлар, художниктардың бәрін жинап аламыз да, 1-2 күн ішінде форум жасайық, и адамдарға анандай сұрақтарына жауап берейік. Просто анандай эксперимент ретінде. Біз оны жасадық та, содан кейін мен еще Австралияда жүрмін, фестивальда Қаш не өтті ғой, лучшая операторская работа, Австралияда жүрмін. Балалар өзі осында форумды ұйымдастырып жатыр. И форум біткеннен кейін маған көп адам жаза бастады. Сіздерге рахмет, енді не істерімді білем. Уже точно мен форум арқылы мен сездім, осы салада жұмыс істегім келіп тұр дегендей. Жастары 16-тан бастап 25-ке дейін балалар. И бізге форумнан кейін инсайт келді. Потребность бар. Адамдар, жас балалар, қыз болсын, ұл болсын, креативті индустрияда жұмыс істегілері келіп тұр. И енді жоспарымыз, сол мәселеде жоспарымыз бар. Енді қазір айталам, мектеп ашамыз деп. Енді ол деген өте масштабты нәрсе ғой. Осы жыл тағы бір форум жасаймыз, одан кейін уже көреміз. Маған қатты ұнағаны сіздерде жаңағы миссияларыңыз бен экшендарыңыз, жасалған жаңағы жобаларыңыз бәрі бір-біріне келеді, өте бір недесіздер, бір коллеяда келе жатыр да, өте керемет. Менде бірақ кеше өзім іздендім да, енді мен бүкілінен. Сіздер алдыңғы жылы дәл осы күні Шанхайда не алыпсыздар? Лучший режиссер. И мен осы мәселе. Жалпы фильмге қарасақ, фильмнің показателі, мысалы, бізде стартапта, мысалы, инвестиция жасаған кезде бізге насколько он успешно болғанын білу үшін бізге просто бізде экзит шыққандағы табысымыз. А фильмде, мысалы, есть кассовый сбор, есть оценка зрителя, там балл, да, кинопоисктағы, мысалы, условно там. Ал сіздің ойыңызша вот критерий фильмнің показателі, мысалы, соның успехын көрсету үшін? Критерий успеха. Мен үшін осы Қаш туралы айтсақ, критерий успеха мен үшін кассовый сбор емес, анандай фестивальдардың приздары емес, халықтың бір нәрсені түсінгені. Қаштан кейін өте көп адам бізге рахмет деп айтты Айсұлтанға. Қаш үшін рахмет, өйткені мен қазақ киносын енді көре бастадым, сенің киноң арқылы қазақ киносы не екен енді түсіндім деп. Сол үшін маған сол критерий успеха. Мысалға, Шанхайда бір жыл бұрын біз болғанда, бізде фестивальдардың организаторлары бізге бір сеанс берді. Олар өздері билет сатты, бір сеанс берді, 1 сағаттың ішінде билеттердің бәрі сатылды. Біз еще Алматыда жүрміз. Бізге организаторлар айтады, 1 сағаттың ішінде онлайн билеттерді бәрін сатып тастадық. Қалай ол?
біз білмейміз қалай. Ол Қытай маркетингсіз несіз. Маркетингсіз ешқандай несіз адамдар сатып, олар екінші сеансты қойды. Ол бір күннің ішінде билеттер сатылып бітті. Олар үшінші сеансты қойды. 3 сеанс. Ол Шанхай сол кинофестивальдардың организаторлары өзі айтады. Бізде ондай болған жоқ. Андай үлкен метрлар келгенде, ондай болады. 3, 4, 5 сеанс қоямыз дейді. Ал Қазақстаннан, по сути, черная лошадка келіп тұр, оларға 3 сеанс бергені бізге нонсенс. Сонда местный қазақтар ма? Қазақтар барғандары қазақтар, енді қытайлықтар да бар. И сеанстан кейін біз презентация жасадық, сеанстың алдына шықтық, келгендеріңізге рахмет, приятного просмотра дегендей. Сеанстан кейін бізде вопрос-ответ сессия болды сол адамдармен. Залдың жартысы жылап отырды. Мен түсінбедім неге жылап отқанын. Сосын сеанстан кейін біз шықтық, бізде еще анандай охрана, 10 шақты телохранитель бар арамызда. Адамдарды жеткізбей. Мен айттым, 2-3 адам кірсін, өйткені жылап жатыр. Айсұлтанмен сөйлесем деп. Қазақтар сол Қытайда тұрады. Менің ойымша ішкі сезімдері и историялары. Өйткені олар былай айтады. Мен ата-апам тура сондай история болды. Сендер қашта көрсеткені, тура один в один менің атам, ана кішкентай әлім бала, ол менің атам деп маған бір кісі айтты. Тура бірдей история деп айтты. Оны біреу ұрлап кетті жолда, оны атасы іздеді, әрең тапты, қалаға жеткізді, Қытайға жеткізді, Қытайда өмір сүрді. Окей. Сол маған, сол комментарий, бірақ комментарий маған успех деген сөз. Жүрегіңізде бір жылу беріп тұратын комментарийлер. Жарайды, менің ойымша бүгін жалпы көп сұрақты мен қамтыдым деп ойлаймын. Сіздің бір қалып кеткен айтатын бір нелеріңіз болса, осы бүгінгі тақырыпты сіздің соңғы қалай айтсам бүгін енді бір не болды ғой, educational болды ғой, больше сол жерден жаңадан келе жатқан көптеген режиссерларға, көптеген жалпы операторларға, продюсерларға айтар сөзіңіз, менің ойымша сіздің әрдайым ізденісте болғаныңызда үшін сізде көп айтатын не бар оларға? Бір айтатын сөзім бар. Өнерге не үшін келгеніңізді ұмытпаңдар. Сол. Окей. Рахмет. Бүгін бізден болған Еркебұлан Күрішбаев, біздің сүйікті де өте қадірлі продюсеріміз. Және менің ойымша осы келе жатқан жылдары сіздерден жаңа туындылар күтеміз. Рахмет. Тағы да бір жылап кино көріп, немесе өте қуанып фейста жүргенше билейік. Билейік. Бәріңізге рахмет. Сіздермен болған Инвест Дала подкасты. Келесіде көріскенше.